Сәлем достар, бұл сіз білесіз бе Айдары. Сіздермен бірге болатын мен Азиза Әзімбек қызы. Ал сіз білесіз бе, ақысы төленетін ең ұзақ еңбек демалысы Финляндияда тіркелген. Бұл елдің еңбеккерлері 9 апта бойы демалады. Әлем бойынша күніне 4,5 миллиард тонна бензин жағылады. Қытайдағы 90 миллион адамның тегі Ли екен. Грекия әнұранның 158 нұсқасы бар екен. Осы елдің бірде-бір тұрғыны оның барлық нұсқасын жатқа білмейді. Португалияда ауа райы бұзылса, жұмыскерлерге жұмысқа бармауға рұқсат. 1603 жылы Жапонияда император бұйрығымен жүзу міндетті пәндер қатарына қосылған. Науру ресми астанасы жоқ әлемдегі жалғыз мемлекет. Тіл 4 тізесі бар жалғыз жануар. Эйнштейнмен бірге оның соңғы сөздері де өліп кеткен. Себебі қасындағы малайы неміс тілін білмеген екен. Сіз қызарған уақытта сізбен бірге асқазаныңыз да қызарады. 6-7 айлығында сәбилер бір уақытта демалып жұтын алады. Бұл әрекетті ересектер жасай алмайды. Жапондық студенттер емтиханға өздерімен бірге киткат шоколадын алып кіреді. Бұл олардың сәттілік әкелетін бойтұмары. Китокатсу жапон тілінен аударғанда міндетті түрде жеңемін деген мағынаны білдіреді. Бүгінше осы, назарларыңызға рахмет.